Мінеке, мен бекерден бекер таңертең келмеппін. Айтты ғой сағат Айзада Құрманова сағат 3-те дайын болады деп. Кезекті рет өтірік айтты. 2 жыл өтірік айтып келе жатыр. Соңғы 2 ай нақтылы құр соңынан қалмағанда мінеке тағы да өтіріктер. 10 қаңтарға ашкен, сосын 31 қаңтарға ашкен, сосын мінеке 2 сағаттан 1 апта шығып тұрдым. Әне-міне. 10-шы ақпанға ашкен. Енді қазір Байханов деген ана қаланың әкімі, ол жақында жинап алған 2 аптадай бұрын көлік компанияларының басшысын. Көлік компаниялардың басшысын жинап алып, бірде сөз осы мемлекеттік тіл туралы бірде-бір сөз айтқан жоқ, бірде-бір сөз болған жоқ. Енді сол кедергі жасап жатыр. Енді ол Байханов, не ол бағым Байтносқақовқа, Құрмановаға, не ол өзі енді қала әкімі ретінде адамдардың ашу засын тудырып, айтпақшы Байханов мені бір ретте қабылдаған жоқ. Мен тіл комиссиясында болғам. Баяғыда Әшімбетов деген әкім мені сол тіл комиссиясына мүше қылып қойған. Сол тіл комиссиясынан мені шығарып тастады. Өйткені түкке керек жоқ, мемлекеттік тіл оған, ұлтының тілі түкке керек жоқ. Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен сіздің назарыңызды мына Байхановқа да аударып тұрмын. Байхановты да жұмыстан шығарыңыз. Солай мінеке мен 3-ші күн кешке таман әлі тосып тұрмын. Қашан көлікте 2 сөзді рұқсат береді Сқақов, Байханов, Құрмановалар, Бегалиновалар.